Сәлем достар, таңғы асқа манный каша дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Газға қоятын ыдысқа сүт құямыз және де сүтімізді пісіріп аламыз. Қайнаған кезде оттың астын орташа отқа қоямыз. Және де сүтіміз осылай қайнайды, сол кезде біз манный крупаны араластыра отырып саламыз. Дәміне қарай қант салып, жақсылап араластырып, манный крупамызды толықтай пісіріп аламыз және де ыдысымызға құйып жей береміз. Бұл кашаның түрі өте тез дайындалады, артық уақыттарыңызды алмайды және де өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.